Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен синтепон жастық тігетін боламыз. Ол үшін бізге аты айтып тұрғандай синтепон қажет. 4 қабырғасы да бірдей 45-те 45 болатын 4 бұрышты синтепон қиып аламыз. Одан 2 штук қажет болады. Ендігі кезекте 40-та 40 шаршыдан тағы да 2 қажет болады. Одан кейін 35-та 35 шаршыдан 2 штук қажет. Осылай екі жаққа бөліп қоя береміз. 30-да 30 шаршыдан 2 штук қажет. Жиырма бесте 25 шаршыдан 2 штук қажет. Жиырмада 20 шаршыдан 2 штук қажет. 15-те 15 шаршыдан 2 штук қажет. Және 10-да 10 шаршыдан 2 штук қажет болады. Ендігі кезекте ең астыңғы 45-те 45 өлшеміндегі синтепонымызды әзірге алып қоя тұрамыз. Бұған біз қазір мата қаптайтын боламыз. Енді қалған синтепондарымызды алып бір-біріне қарама-қарсы орналастыратын боламыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, түсінікті көрсетілген. Неге қарама-қарсы орналастырып алдық, енді ине жіппен жан жағын тігіп шығатын боламыз. Мінекей жан жағының бәрін тігіп алдық. Енді жаңа алып қойған 45-те 45 размеріндегі синтепонымызға дәл сол размерде мата орналастырамыз. Любой матаны орналастырсаңыз болады. Осы мата мен синтепонды біріктіріп, түзу сызықтар тігетін боламыз. Енді тігісіміз жылжып кетпес үшін бірінші түйреуішпен түйреп аламыз. Мінекей енді түзу сызықтар жүргізетін боламыз. Егер менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.
Дәл осылай екеуін де тігіп алатын боламыз. Тігіп алғаннан кейін бір-біріне қарама-қарсы орналастырып, үш жағын тігіп шығамыз. Әдеттегідей түйреуішпен жан жақтарын түйреп аламыз, жылжып кетпес үшін. Сосын үш жағын тігіп шығамыз. Мінекей үш жағын тігіп алдық. Енді оң қаратамыз. Бұрыштарын шығарып, әдемілеп оң қаратып аламыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді осының ішіне жаңағы тіккен төрт бұрышымызды салатын боламыз. Ендігі кезекте аузын бүктеп, жасырын тігіспен тігіп шығамыз. Мінекей жасырын тігіспен тігіп шықтық. Дым білінбейді. Осындай әдемі синтепон жастық шықты. Егер менің видеом ұнаса, маған лайк басып, келіп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бұл жастықты декор жастықтың ішіне қолдансаңыздар болады. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.